мұсылманның кәпірге деген мәмлесі қандай болу керек, мұсылманның мұсылманға деген мәмлесі көңіл тола ма дейді. Мұсылман мен кәпірдің, мұсылман мен мұсылманның мәмлесі. Енді сауал болғасын қысқа барынша айтып жатырмын. Әр сауалдың өзін бір үлкен бір-екі уағыздан жасаса болар еді. Енді кәпірге деген айырмашылық Құран-ы Кәримдегі аяттан бастаймыз. Әлбетте Құраннан үлкен ереже жоқ. Құран-ы Кәримде Аллах табарака ва тағала айтады: егер сіздерге дұшпандық қылмаған кәпірлер болса, сіз де оларға дұшпандық қылмағаныңыз абзал, оларға жақсылық жасап, әділдік жасағандарыңыз дұрыс деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да кәпір адамдарменен, яғни яһуди дініндегі адамдармен сауда жасаған, оның сахабаларда сауда жасап алыс беріс болған, өзінің көршілері болған сондай адамдарменен бірге көршілерінің ақысын беріп, олардың ризалығын алып тұрған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан пайғамбарымыздың жолы бойынша осы жолды ұстанғанымыз жақсы. Екіншіден, Құран-ы Кәримде ең кәпірлердің патшасы болған Фирауын патшасына Алла тағала Мұса пайғамбарды жөнетіп атып, оларға өзінің жаңалдегі інісі екеуін, Мұсаның інісі кім? Харун. Сол қазақта оны Арон дейді. Сол Арон інісі мен Мұсаны екеуін кәпір адамға жылы сөйле дейді. Кәпір адамға, патшаға, мен құдаймын деп отқан адамға, астағфирулла, мен құдаймын деген, яғни ширкті өз емес, жұрттың бәрін ширкке шақырып отқан, өзін құдай деп отқан, не деген үлкен нәрсе, Мысалы, даджал деген нәрсе бар, бәріміз естеміз. Сол даджалды пайғамбарымыз айтады, даджалдың 50-і бар дейді. Бірақ ең үлкені қияметке жақын уақытта келеді. Өйткені неге үлкен деп сұрағанда, қалған даджалдар мен пайғамбармын деп келеді дейді. Ал ең үлкен даджал мен құдаймын деп келеді дейді. Яғни осы Аллахумма салли аля Мұхаммад, Мұса пайғамбардың бара жатқан Фирауны да өзін құдаймын деген үлкен залым еді. Бірақ оған Алла Құдай жылы сөйлеуді бұйрық берді. Бір, осы ережеге қарай екінші айтатынымыз бауырлар, қазіргі кезде мұсылман бауырлардың көпшілігінде не деген дөрекіліктер көреміз. Мешітке кірген киімі де, сөйлеген сөзі, қылығының өзі бір нәрсе. Екінші бір мұсылманмен араласқан ісі бөлек бір нәрсе ғой. Ол бір дастан шығар, дастан айта берсеңіз. Ол туралы бір кісі айтады, ең қарапайым кісі айтады. Шайтанның және мұсылман адамның екеуінің арасында шекара бар дейді. Шайтан адам тәкаппарлыққа шақырады. Сөйтіп мен дейді, менікі ғана дұрыс дейді. Ал мұсылман адам біз деп шақырады дейді. Бір намазхан адам болса, мысалы 90-шы жылдар намаз оқыдық деп айтып жатырмын. Сол жылдары намаз оқығанда мен білемін, мешітке кіргенде де, шыққанда да мешіт ол кезде аз еді. Бір-бірімізмен құшақтасатынбыз. Әр көрген сайын құшақтасатынбыз. Азақ едік. Бірақ санымыз көп қазір. Өте көп деп айтпаймын, бірақ көппіз. Бірақ көптігімізді қайтейік, қазір ондай құшақтасу қалды ғой. Амандасу қалды бізде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: